Интернет экстремистік идеяларды насихаттауда өте тиімді құрал болып тұр. Биыл Нұр-Сұлтан қаласында әлеуметтік желідегі парақшаларында мазмұны күмәнді діни материалдарды сақтаған 5 адам жауапқа тартылды. Олар радикалды идеяны насихаттайтын шетелдік идеологтардың лекцияларын таратыпты. Улы уағыздар діни алауыздық қоздыруға, соғысты ұлықтап, адам санасын мүгедек етуге бағытталған. Былтыр дәл осында ел аумағында тыйым салынған материалдарды жариялаған 19 адамға айыппұл салынған болатын. Ол уағыздар, лекциялар соттың шешімімен көруге болмайды деген, тыңдауға болмайды деген видеороликтер жылдың басында 5 тұлғаны ұстап соттан өткіздік. Оларға 50 МРП айыппұл беріліп отыр. Оларға да түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отырмыз. ВКонтакт, YouTube каналдарында және өздерінің WhatsApp желісінде ондай видеороликтер сақтауға болмайтындығын біз ескерту ретінде айтамыз. Тілге тиек етер жайт. Деструктивті діни ұйымдар интернет ресурстарында орналастырылған, өз идеологияларын шетелден жүргізеді және халықаралық домендік атауларға ие. Атап айтқанда, .com, .org және .info. Ішкі істер министрлігі деструктивті діни ағымдардың интернеттегі тұзағына түсіп қалу оңай деп отыр.